Сәлеметсіздер ме, қымбатты достар. Бұл әр апта сайын шығатын сіз білесіз бе айдары. Айдар аясында әртүрлі маңызды тақырыптарды қарапайым әрі түсінікті тілмен тарқатамыз. Бүгін республикалық маңызы бар жолдарды ыңғайлы әрі қауіпсіз етіп салатын адамдар туралы әңгіме қозғамақпыз. Республикалық маңызы бар жолдар құрылысының одан әрі дамуы мен орнықты жұмыс істеп тұруы нақ осы мамандарға байланысты. Менің қай мамандықты меңзеп тұрғаным түсінікті деп ойлаймын. Иә, жол құрылыс саласы мамандары туралы айтпақпыз. Жол салу процесі 3 кезеңге бөлінеді. Бұл дегеніміз жобалау, құрылыс процесінің өзі және салынып болған жолды пайдалануға беру. Мәселен, егер құрылыс кезеңі туралы ғана айтатын болсақ, республикалық маңызы бар 50 км жолды аяқтау үшін 400-ге жуық адам мен 200 арнайы бірлік техника жұмылдыру қажет. Бұл көрсеткіштер құрылыс маусымы қызу жүріп жатқан кезге қатысты айтылып отыр. Ал құрылыс кезеңінің өзі сәуірден қарашаға дейін созылатыны белгілі. Жұмысшылардың жалақысы 150 мың теңгеден 1 миллион теңге арасында. Жолшы мамандығы қай кезде де қажет. Бұл жаһандық мамандық. Әркез қажет деп айтуымның себебі, салынған әр жолдың өзінің өмірлік циклы бар. Жол әрқашан ағымдағы, орташа немесе күрделі жөндеуді, кейде қайта құруды қажет етеді. Тиісінше бұл жұмыстарды жүргізетін жұмысшылар да қажет. Ал жаһандық деп айтуым, өз ісінің маманы құрыш қолды құрылысшы әлемнің әр түкпірінде керек. Отандық көлік және логистикалық инфрақұрылым ел экономикасы мен адамдардың өмір сүру сапасына тікелей әсер етеді. Айдарымызды аяқтай келе, жол құрылыс саласының барлық мамандарына олардың ауыр, бірақ ел тыныс-тіршілігін қамтамасыз етудегі маңызды еңбегі үшін алғыс айтқымыз келеді. Естеріңізге сала кетейік, тұрғындар үшін 1403 нөмірі бойынша тәулік бойы бірыңғай кол орталық жұмыс істейді. Осы нөмірге қоңырау шалып, тұрғындар республикалық маңызы бар жолдарда болып жатқан ахуал туралы біле алады. Сонымен қатар біздің кол орталық жол құрылыс саласында жұмыс іздеп жүргендердің деректерін де қабылдайды. Аталмыш нөмірге қоңырау шалып, толық кеңес алып, біз жұмыстанып жатқан жобаларда қандай маман қажет екенін біле аласыздар. Ал Қазавтожол ұлттық компаниясының қызметіне қатысты барлық сұрақтар, өтінімдер мен ұсыныстарды ел тұрғындары Facebook және Instagram желісіндегі ресми парақшаларға тікелей жолдай алады.